Саламатсыздар ма оқушылар, 6 сынып математика оқулықтағы 1441 есептен бастап шығарылым көштейін. Баласы әкесінен 24 жас кіші. 5 жылдан кейін әкесінің жасы баласының жасынан 4 есе үлкен болады. Алғашқыда әкесі неше жаста болған, баласы неше жаста болған. Енді бұл теңдеулер жүйесін құратын есеп болғандықтан әкесі X жаста болған алғашқыда және баласы Y жаста болған деп жазамыз. Баласы Y жаста болған. Баласы әкесінен 24 жас кіші десе, әкесінің жасынан баласының жасын алып тастасам, 24 деген сан шығады. Сонда бірінші сөйлем, бірінші теңдеу болады. Енді 5 жылдан кейін десе, әкесіне 5 жас қосылады, баласына 5 жас қосылады. Сонда әкесінің жасы X қосу 5, баласының жасы Y қосу 5 болады 5 жылдан кейін. 5 жылдан кейін әкесінің жасы баласының жасынан 4 есе үлкен болса, онда X қосу 5-ті Y қосу 5-ге бөлсем, 4 болады деген теңдеулер жүйесі шығады. Енді ары қарай жерден X минус Y тең 24 жаза тұрамды. Мынаны пропорцияның қасиетімен X қосу 5 тең 4 көбейтілген Y қосу 5 деген деп жазып аламын. Алмастыру тәсілі болғандықтан X-ті Y арқылы өрнектеймін. X-тен 24 қосылған Y. Енді оны осында екінші теңдеудегі X-ның орнына қоямын. 24 қосылған Y қосу 5. Мынадан 4 жақшаның ішіне көбейтіп жіберейін. 4Y қосу 20. Енді Y-терін бір жағына шығарайын. Мынаны пока жаза тұрамын. Мына теңдеу шығарайық. Y минус 4Y тең 20. 24-ке 5 қоссам 29, мына жақта минус 29 деймін. Содан X тең болады 24 қосылған Y жазып қоямын да. Мына жерде минус 3Y тең минус 9 деген сан шығады. Ары қарай X тең 24 қосылған Y. Y-тің мәні минус 9-ды минус 3-ге бөлсем 3 деген сан шығады. Енді X-ті табу үшін 24-ке 3-ті қосам. Сонда әкесінің жасы 27-де. Сонымен есептің жауабы алғашқыда әкесі 27-де болған, баласы 3-те болған. Ары қарай келесі. 1442 есеп. Тіктөртбұрыштың ұзындығы еннен 3 см ұзын дейді. Бізде бір тіктөртбұрыш берілген. Ұзындығын X, енін Y деп белгілейік. Тіктөртбұрыштың ұзындығы еннен 3 см ұзын, оның периметрі 22 см. Тіктөртбұрыштың ұзындығын енін тап дейді. Енді біздер ұзындығын X деп, енін Y деп белгілейміз. Енді бірінші сөйлем бойынша бірінші теңдеуді қарайық. Тіктөртбұрыштың ұзындығы еннен 3 см ұзын болса, X минус Y тең 3 деп жазамын. Оның периметрі 22 десе, бізде периметр дегеніміз ен мен ұзындығын қосып 2-ге көбейткенге тең 22. Мына осындай теңдеулер жүйесі шығады. Ары қарай мынадан X тең 3 қосылған Y деп аламын. Мына жағы екі жағында 2-ге қысқартып жіберсем, мына жерде 11 шығады. Сонда мында X-ның орнына 3 қосылған Y-ті қоямын, плюс Y тең 11 деген теңдеу шығады. Ары қарай X тең болады 3 қосылған Y жаза тұрамын да. Мынау 2Y тең 11-ден 3 аламын 8. Ары қарай X тең болады, мынау 3 қосылған Y жазып қоямын. Мынау Y тең бізде 4 болады 8-ге бөлсем. Сонда X-тің мәні 3-ке 4 қоссам, мынау 7 болады, Y-тің мәні 4. Сонымен есептің жауабы ұзындығы бізде 7-ге тең, ені 4-ке тең екен. Келесі ары қарай. 1443 есеп. Екі тракторшы 7 күнде 147 га жер жыртты. Бірінші тракторшы 3 күнде қанша жер жыртса, екінші тракторшы 4 күнде сонша жер жыртты. Бір күнде бірінші тракторшы неше гектар жер жыртады, екінші тракторшы неше жер. Бір күнде сонда бірінші тракторшы X жер жыртады, және бір күнде екінші тракторшы Y жер жыртады деп алатын болсақ, екі тракторшы 7 күнде дегенді 7X қосылған Y тең 147 деген бірінші сөйлем бірінші теңдеу болады. Келесі бірінші тракторшының 3 күнде жыртқан жері 3X тең екінші тракторшының 4 күнде жыртқан жеріне тең деп тұр. Сонда бізде теңдеулер жүйесі осы күйде болады екен. Мынаны 7-ні мына жағына бөліп жіберсем, X қосылған Y тең 147-ні 7-ге бөлсем 21 деген сан шығады. Мына 3X қосылған тең 4Y жазып қоямын. Одан X тең 21 азайтылған Y, мұндағы X-ның орнына 21 азайтылған Y қойып, 4Y-дің жағына шығарып тең 0 деп жарайын. Ары қарай X тең 21 азайтылған Y жазып қоямын да, мына 3 жақшаның ішіне бөлсем менде 63 минус 3Y минус 4Y тең 0 деген теңдеу. X тең 21 азайтылған Y, мына жерде минус 7Y
тең минус 63 деген сан шығады. Так, x тең болады 21 азайтылған y жазып қоямын. Сонда y-тің мәні 63-ті 7 бөлсем 9 болады. Келесі x-тің мәнін табу үшін 21-ден 9 аламын. 21-ден 9 алсам менде 12 деген сан шығады. Y-тің мәні 9. Соның есептің жауабы бірінші тракторшы бір күнде 12 га жер жыртады, екінші тракторшы бір күнде 9 га жер жыртады екен. Келесі қарай. 1444-ші есеп. Егер 5 үйшікке 16 қоян болса, онда қайсы бір үйшікте кем дегенде барлық қоянның 25% болатынын дәлелдейді. Бізде барлық қоян 16. Енді 16-ның 25%-ін табу үшін 25%-ті 100-ге бөліп 16-ға бөліп жіберсем, менде 4 деген сан шығады. Өзі барлығы 5 үйшік. 5 үйшік, 1, 2, 3, 4, 5 үйшік. Соның қайсы бірінде 4 қоян болады дейді. 4 қоян болса, енді қалғандарында 3-тен болатын болар. Қазір қарайық. Есептеп көрейік. Мына 12, 13, 14, 15, 16. Қайсы бірінде 5 үйшікте 16 қоян бар. Онда қайсы бір үйшікте кем дегенде барлық қоянның 25%. Барлық қоянның 25% деген 4, кем дегенде бір үйшікте 25% 4 қоян болады да, қалғандарында 3 қоян болады деген осы.